Ассалаумағалейкум. Шілден 21-і 2025 жылы біздер мәселе көтердік. Атырау облысы Мақат ауданы Мұнайлы Доссор кентінің әкімі Қосмамбетов Аслан қасында Аманат партиясынан сайланған депутат бар. Идиятов Әділбек екеуі 9 миллионға тал сору жұмысын отқан, тендерді отқан кәсіпкерді шақырып алып, жұмысты бізге бер, өзің шапкасын алып қал, осындай сумманы, НДС налогын өзің төле, бізге ай сайын осындай ақша беріп тұр деп, кәсіпкерді мәдениетті түрде бопсалағандай болып, осындай құйтырқы әрекеттер жасаған. Кәсіпкер барлығын өзің ұялы телефонына жазып алған. Аудио, видео, бүткіл дәлелдер қолдарында бар. Кімге қандай ақша беріп тұрды ай сайын. Сөйтіп кәсіпкер соларға жұмысты береді, бұлар жұмысты дұрыс жасамайды. Кәсіпкер арттарынан қуып жұмысты өзі жүргізген, бірақ бұларға ай сайын ақша беріп тұрған. Кімге қалай, қандай сумма беріп тұрды, кім арқылы беріп тұрды, менде барлық дәлелдер, видео бар. Оны міндетті түрде жүктейміз қазір. Енді осы мәселені әлеуметтік желіге жүктегеннен кейін Доссор кентінің әкіміне қатысты қылмыстық іс ашылды деп біздерге ақпарат келді. Бірақ ресми ақпарат ешқайда шыққан жоқ. Біздерге айтты, араласпаңдар, күтіңдер, міндетті түрде нәтижесі болады, тексеріс жүріп жатыр, КНБ қазір осыған кірісті деді. Жарайды, біздер ешкім жұмысына араласпаймыз, құзырлы органдардың жұмысы күтейік, бір шешімін шығарсын дедік. Бірақ 20 күн өтіп кетті, тек қана ресми ақпарат кеше күні тарады, 21 күннен кейін. Бұны Атырау Ойл салды, Ақжайық салды. Осындай әкімге қатысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 361 бабымен іс көтерілді деп, яғни лауазымды өкілеттіктерін теріс пайдалану, оған іс көтерілген. Тек қана әкімге қатысты, депутатқа қатысты заң бұзушылықты олар партияға жолдаған, партия Атыраудың партиясына жолдаған, Аманаттың. Оны бұйырса келесі сұрақ, оны көтереміз, Атырауға барамыз, Астанаға барамыз. Депутатқа қатысты қандай шара алынды, оны да көтереміз. Қазіргі уақытта енді мемлекеттік банағы қызметкер болғасын, әкімге қатысты осындай іс көтеріліп отыр. Енді біздерде келесі сұрақ, неге 20 күн бойы барлығы үнсіз отырды? Неге бақ өкілдері барлығы үнсіз отырды? Кешегі күні тек қана ресми ақпарат тарады. Енді мен арыздандым өзім, президент әкімшілігіне, генерал прокуратураға, антикорға, КМ-ға бәріне арыздандым. Маған жауап келіп отыр қазіргі уақытта. Біздер әкімге қатысты проверка аша алмай отырмыз деп. Мемлекеттер қызметтер істері жөніндегі агенттігі маған жауап беріп отыр. АГДС. Әкімге қатысты проверка аша алмай отырмыз, себебі бана КМБ әкімге қатысты қылмыстық іс ашты деп отыр. Енді біздер білгіміз келіп отыр. Не болып жатыр өзі? Себебі кеше күні көріп отырмыз, Мақат ауданының әкімінің ресми парақшасынан көріп отырмыз. Әкім түк болмағандай Мақатта әкімнің алдында жиналыста отыр, аудандағы әкімнің алдында. Түк түріне қарасақ, үстінен қылмыстық іс қозғалып жатқан әкімге ұқсамайды. Не болып жатыр өзі? Жалпы біздер көріп тұрмыз, енді бұл таптаза қылмыстық іс әрекет әкім мен депутаттың жасаған, себебі тендердің банағы жүйесіне әкім мен депутаттың оны араласатын орны емес. Тек қана әкімдер хат жазып, егер де мердігер дұрыс жұмыс жасамаса, сотпен тоқтата алады ол мердігердің жұмысын. Өзі кабинетке шақырып алып, кез келген тендерді ұтқан кәсіпкерді шақырып алып, тендерді бізге бер деп айтатын болса, онда ол налға масқара мына. Бұл жер не болып жатыр өзі? Рекетизм ба, не ол бұл жерде? Тағы да қаншама осындай кәсіпкерлерге бұлар осындай күтіркі әрекет жасаған екен. Біз тек қана біреуін көріп отырмыз, біреуі тек қана біздерге арызданып отыр. Арызданбағандар қаншама? Біздерге жалпы маған өзіме жалпы бірнеше ақпараттар келді кәсіпкерлерден. Енді тағы да жәбірленушілер болса, біздер сұраймыз, тағы да хабарласыңыздар, маған арызданыңыздар, үндемей қалмаңыздар. Уақыты қанша уақыт өтіп кетсе де арыздың ерте кеші жоқ. Енді түсінбей отырғанымыз, осындай іс әрекет жасағаннан кейін, әкімнің үстінен қылмыстық іс ашылғаннан кейін, бұл қылмыстық іс және де бұл менің білуімше топпен жасалған. Бұл жерде групповой. Сол бапта көзделгені 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Бұл ауыр қылмыс үстінен қозғалса, ол қалайша әкім әлі күнге дейін қызметте отыр, қалайша оған мемлекет әлі күнге дейін осындай сеніп, мемлекеттің істерін сеніп тапсырып отыр. Біздерге сұрақ туындап отыр. Бұл жерде әрине екі вариант бар. Біріншісі, жұмыстан уақытша шектетіледі, уақытша жұмыстан, қызметінен уақытша тергеу ісі біткенше, сотпен кінәсі дәлелденгенше. Екіншісі, сотқа дейін кінәсі дәлелденгенше жұмыста жүре береді. Бірақ та бұл әкім ғой. Бұл дейтін мемлекеттің ісімен айналысып отыр. Бұған осындай мемлекеттің ісін сеніп тапсыруға бола ма жалпы? Сіздер қалай ойлайсыздар осыны? Мен жалпы өзім ойлаймын, бұл адамға мемлекеттің ісін алдағы уақытта сеніп тапсыруға болмайды деп ойлаймын. Тергеу әрекеті біткенше. Неге қазір біздерге осындай тергеу әрекеті жай жүріп жатыр? Және де бүткіл бақ өкілдері үнсіз отыр. Және де Атырау облысының әкімдігі аппараты әлі күнге дейін халыққа ресми ақпарат бермей отыр. Не үшін? Бұл әкім ғой. Бұл қарапайым қызметкер емес. Қарапайым қызметкерлер үстінен қылмыстық іс қозғалса, барлығы шулайды. Көшеде біреу қой ұрласа, бүткіл паблик шулайды. Бүткіл журналистер жазады, қой ұрлап кетті, ешкі ұрлап кетті деп. Бұл жерде әкімнің үстінен қылмыстық іс қозғалып жатыр. Неге журналистер үнсіз? Неге әкімдік үнсіз? Неге бүткіл басшылар барлығы үнсіз отыр? Неге құзырлы органдар үнсіз отыр? Мен осыны түсінбей отырмын да. Кім осыған жауап береді?
Басқа да мемлекет қызметкерлерін дәл осындай статьямен сотқа дейін бірнеше жағдайлар болды, қамап тастады. Тергеу әрекетіне кедергі келтірмесін, ізін суытпасын, басқа да қылмыстарға қатысы бар ма жоқ па соны анықтаймыз деп аржан сот шешеді деп сотқа дейін қамап тастады тергеу изоляторына. Аяғы ауыр әйелдерді қамап жатыр, қара балықпен адамдарды қамап жатыр, байқаусыздан адам қағып кеткен жүргізушілерді қамап жатыр. Бірақ бұл жерде әкімнің үстінен ауыр қылмыс ашылады, бірақ әкім қамалмайды. Мүмкін басқа да қылмыстарға қатысы жоқ па, бар ма, оны тексермей ма, мүмкін ол артындағы ізін тазалап отқан шығар. Кім біледі? Басқа да қылмыстарға қатысы болған шығар осыға дейін. Оны кім біледі? Қаншалықты заңды бұл әкімнің осылай тайранда бостандықта жүруі? Айтыңыздаршы. Қалайсыңдар? Уайым қайғы жоқ па? Бәрі жақсы ма? Дженнифер Лопестің концертіне бардыңыздар ма? Ана Дженнифер Лопестің концертіне барған адамдарға бір сұрағым бар еді. Неге газ қымбат түсіп кетті сендер бәрін концертке кетіп қалғанда? Мен енді қорқып отырмын ертең октябрьде Шакира келіп қалуы мүмкін дейді. Тағы бірдеңе қымбат түсіп кете ме деп. Общем біздің Қазақстанда мен түсінбейтін бір-екі нәрсе бар. Түсіндіріп кетіңдерші. Кім біледі? Түсіндіріп, бірінші тіркеліп алыңдар, сосын түсіндіріп кетіңдерші. Жаңағыдай ғой, бізде Қазақстанда дүние жүзінде мұнай қымбатсызса, бізде бензин қымбатсып кетеді. Бензин, газ жаңағыдай. Мұнай арзансызса, тағы да газ, бензин қымбатсып кетеді. Шетелден әнші келсе, тағы да газ қымбатсып кетеді. Ладно енді, мұнайға қатысты енді кішкене бір қатысы бар да, бірақ енді әншілерге қалай қатысы бар, мен соны түсінбеймін. Неге бізге әнші келсе газ қымбатсып кетеді, пенсия өссе продукты қымбатсып кетеді. Пенсияға қосатындары бір 5.000, 10.000 теңге қосады, бірақ барлық продукты өсіп кеткенде ол жаңағы пенсияның қосылғанынан 200%-ке продукт өсіп кетеді. Соның арасындағы связьді түсіндіріп беретін адам бар ма Қазақстанда? Кім біледі? МРП өсетін болса, штраф өсіп кетеді. МРП бірақ зарплатқа тіркелмегенде зарплат өспейді да МРП-мен бірге. Сол жерде маған бір личный финансист па, бір бухгалтер ма бірдеңе керек, соны түсіндіріп беретін адам болса жақсы болар еді. Астына жазып кетіңдер, дұрыс білетін адамдар бар ба? Осы связь қаншалықты бір дұрыс связь бар екен араларында. Сосын комуслуга қымбат дейді. Комуслуга. Қашанға қымбат сей бересіңдер? Бір басқа бірдеңе өсіп жатыр ма? Басқа бір пайда бірдеңе бар ма? Халыққа қатысты бір пайда бар ма Қазақстанда? Халыққа пайдалы. Көп балалыларың анау. Біреу көп балалыға жатады, біреу көп балалыға жатпайды. Атында үй болса, машина болса, көп балалы емес дейді. Сонда тақыр кедей болу керек, кәдімгі өлейін деп кәдімгі. Соған үкіметтің кәдімгі аузына қарап кәдімгі сөйту керек па? Сонда бұл негізі қате, бұлардың қате. Ай, бір жаман болады, осы бір жаман болады.